алсаң екен. Бірақ енді амал жоқ, ремень тартпағаннан кейін болмайды. Мен кінә емеспін оған. Сонымен документке толтырып, қанша аккумулятор повреждение болды, соның бәрін жазып сөйтіп шықтық. Ары қарай бәрі нормально, барлығы тыныш, все четко. Сонымен келесі погрузкамызға бара жатырмыз. 44 километр қалды, құдай қаласа. Алдымызда Венеция, Италияның Венеция қаласы. Барлықтарыңыз білесіздер, осы жолмен жүргенбіз бұрын Венецияға барарда. Так, біз оған бірақ 150 километрдей жетпей погрузкаға кіріп кетеміз. Өкінішке орай бара алмаймыз Венецияға. Сол бір рет бардық, соның өзі де жетеді. Енді любой адамның несіне келе бермейді ғой, енді бағына қарай келе бермейді ғой. Венецияны көру деген енді қанша ұйықтасам да түсіме кірген нәрсе емес қол деген. Менің өзім ойлаған жоқ Венецияға барам деп. Задание берді планшетке. Алып қарап көрем, адресін бәрін жазып көрсем, Венеция дейді. Сонымен серьезно Венеция ма деп бәрі ойланып, координаттарын жазып, картадан іздеп көрсем, серьезно Венеция. И ол жерде мен 2 күн қонуым керек болды. Значит, 45 минут отдыхымыз бар ол жерде. Соны өткіздік. Пятница күні кешке келдік. Суббота күні как положено қыдырдым бір өзім, жалғыз өзім. Со Венецияға бардым, ар жағында 15 километр жерге автобусқа, то есть электрический пойызға мініп алып. Сонымен қасымда қазекеңдер бар еді, олар бармайым деп. Сіздер білет шығарсыздар, енді кеше видеоларымда бар ғой. Қасымда 2 қазақ жігіт болды. Сонымен олар бармайтын болған соң бір өзім барып келдім Венецияға. Да ничего, ұнады өзіме. Өкінбеймін барғаныма. Прям енді город сказка ғой. Нереально. Кинодағыдай. Өз көзіңе өзің сенбейсің ғой, мына жерде жүргеніңе ше. Венецияда. Ё-моё. Осының барлығына шүкір дейміз. Шүкір дейміз осының барлығына. Әуелі осы Құдайға шүкір дейміз. Келесі осы ата-анамыздың арқасы осылай жүргеніміз біздің. Одан кейін енді өзіміз ғой, енді өзіміздің ниеттеніп, осылай талпынып, әрекеттеніп, осы Европаға келемін деп, жұмыс жасаймын деп жүрген осы өзіміздің алға қарай ұмтылуымыздың болашағы дейін ба, не дейін, сондай ғой, короче. Тіліміз деген бұратылып кетті ғой. Испанша сөйлейсің біресе французша сөйлейсің, біресе ағылшынша сөйлейсің. Арасында түсінбей жатса боқтап жібересің. Ол түсінбейді ғой бәрібір сені. Әзіл әрине, міне Венеция 217 километр. Кірсе енді. Осы итальянстарға мен таң қалам. Маркет етіп атырмын, кір деп. Оң жаққа қарай ауысу керек қой, сол жақтан. Ол көрмейді ұзақтан. Сол үшін ертерек кірсін деп маркет етіп подсказка берем. Кірмейді ғой осы итальянстарды, бір түсініп болмайсың вождениелеріне. Жанарып бір, білмеймін, қызыл бұрыштағы да үйдің бір жерлеріне біреу. Обгон запрещен, ремонт дороги, қарамайды. Ограничение, скорость, ештеңеге қарамайды бұлар. Беспредел, полный беспредел Италия. Айтып отқанымда енді Италияда жүргендер, Италияға келіп кеткендер түсінеді енді. Италияның культура вождениесі қандай екен. Сырдариядан өтіп баратыр ғой деймін. Яуда кірмейді маркет етсең. Рахметі де жоқ. Саған. Пожалуйста. Түрік ағайындар кетіп баратыр. Үшін барлығы бар ғой Европада. Бүкіл елді көресің, қай ел керек. Кеше мысалға Россияны көрдім, Санкт-Петербург 198 регион. Одан украинстер көп жүр. Беларусия редко, енді Беларусия көп жүре бермейді. Біздің қазекеңдер, Германия жақта көп жүреді, қазекеңдердің машиналары.
Польша, Литва сол жақтарда жүреді көбінесе. Жаңағы аккумулятор повреждение болғанда енді өкінішке орай видеоға түсіре алмадым, ренжімейсіздер. Өйткені ол помещениенің іші болғаннан кейін видеоға түсіруге рұқсат жоқ. Міне бір шыбынды қанымды ішіп бағана іздей қойып таппап едім осыны. Сонымен амал жоқ енді. Бәрі нормально ма десем, нормально деді. Кете берейін ба десем, кете бер деді. Шүкір, барлығы жақсы. Грузды жаңа бүлдіріп алып, қиратып алып грузды мойның әліп жүрсен біздің фирмадан таң қалмайсың оны. Біздің фирмадағы жаңағы жауыздар бар ғой. Солар мойның әліп жере салады. Сонымен болды. Оған ештеңе істей алмайсың. Сонымен отырасың, қу түзеңді құшақтап, не болды мынау деп, неғып үйттім мен деп. Сол үшін аккуратно жүру керек, аккуратно. Ешқайда асықпай, бәрін четко жасау керек. Жауапкершілік өте жоғары бұл жұмыста. Документпен жұмыс жасайсың, грузбен жұмыс жасайсың, барлығын жауап бересің. Сол үшін аккуратно. Нау сол жақ бұрышымда ТНТ жыртып кетіпті. Білмеймін қай кезде жыртқандарын. Сол кеше түнде жырттау сол қонған жерімізде. Вроде заправканың қасында тұрдым. Білмеймін ғой. Жүрек жұтқан бәлелер ме, не деген бәлелер, олар таң қалдым мен. Бұл ұрыларда бір страх деген нәрсе жоқ шығар бұларға. Таң қалмайсың. Бұрын Франция, Испанияда ұры көп дейтін еді, енді қазір бүкіл Европада бар. Қай жерінен керек? Любой жерінде бар. Так что өте сақ болған дұрыс. Біз қазір ограничение 75-ке қойып алдық круиз контрольда. Өйткені бұл автобан болған менде ограничение 80. Қай жерде рада тұрған білмейміз. Так что осылай тыныш қана 75-пен ұрып кете береміз. Мыналар не енді білмеймін, 120-мен кетіп бара тұрау. Бұларға бәрі бір ғой. Местный болғаннан кейін. Асып қаяққа барамыз. Бәрі бізге уақытына төлейді ғой бізге. Километражға төлемейді. Сондай. Міне қазір обгон запрещен. Артымнан қазір келе жатыр біреу. Менен 100% обгонға шығады қазір, көрсетемін сіздерге. Енді мен айтайын деген менді айлық қой енді. Айлық жалақы қанша болады деп сұрайды көбісі. Соны айтайын мен. Зарплата 2400 евро. Күніне 80 евродан есептейсіз. Суткіге жазылады. Суткі тәулік қой енді. Тәулікке жазылады. Сен жүрне, жүрмейне, машинаң бұзылсын, ауырып қал, қарамайды саған. 80 евро, как положено, күніне саған жазылып тұрады шөтіңа. Соны бәрін жинап зарплата береді енді айына. 80 евро енді теңгемен санағанда, қазір курспен айтқанда бір 39-40 мың теңге болады ғой енді. Былайша қарап отырсаңыздар да аз ақша емес ол да. Жақсы, көңілден шығады. Сол үшін енді осылай өмір сүріп жатырмыз. Оның енді бір теңгемен айтқанда бір енді 100 мың теңгесі, енді евромен 200 евро ғой енді. 2400 евроның бір 200-250 евросы енді тамағыңызға кетеді ғой енді. Тамағың, газың, суың, жаңағы жүріп тұруың, енді қыдырғың келеді, былай жүргің келеді дегендей ғой. Сондайына кетеді. Енді смотря кім қалай жаратады енді. Біреу темекі шегеді, біреу темекі шекпейді, біреу жаңағы спиртнойға құмар, ішпесе тұра алмайтындар бар ғой енді. Әркімнің расходы әртүрлі. Енді адам өзіне де байланысты ол ақша жаратқаны. Мен өзімнің расходымды айтсам, сол бір 150 евро ғой енді. 150-160 евро айына. Өзім енді бір тамақ ішкенде де енді жаңағы шұқып қалай болса солай жей салмаймын енді өзім енді. Айтсам да енді ұялғаным емес енді, рас қой. Ас дегенде жаңағы ет дегенде бет бар ма деп қарамай өзім ұрам енді. Сол үшін шамалы расходым көптеу.
ничего енді тамақтан аямайсың ғой, аштан өлмейсің, қайтесің енді. Уақытылы тамақ ішкен дұрыс, денсаулықты құртпау керек. Сол үшін де осындай расход. Жұрттар енді жаңағы евромен 50-60 евроға темекі алып жатыр. Оның бәрі деген түтін болып жаңағы далаға ұшып кетіп жатыр ғой. Қоя алмайды оны, қою да оңай емес темекіні. Өз басым шекпеймін енді мен. Құдай сақтасын темекіден. Алкогольға да жоқпын, бет аулақ ондайдың бәрінен. Енді көпсі сұрайды, жұмысқа қалай келеміз, жолдары қалай болады. Маған бару керек еді, істеу керек еді, сондай мұндай дейді. Қолында правасы жоқ, категориясы жоқ. Не оймен келеді деймін да, мен елдерге таңғаламын да. Сен бірінші праваңды ал, категорияңды ұрғыз, сонымен дальше кірісейік деймін ғой. Жұмыс табылады, жұмыс жетеді, барлықтарына да жетеді жұмыс. Фирма көп қой, машина жетеді ғой бүкіл Европада. Бір Қазақстанға жаңағы бір водитель келетін еді, соған бір машина табылмай қалды десе қайда мен Европада. Жұмыс көп ағайындар. Сол үшін документтеріңізді реттеп алыңыздар бірінші. Фирмадан приглашение алдыртасыздар. И дальше ары қарай қиын ештеңесі жоқ. Отдел кадр өзі сіздерге барлығын айтып түсіндіреді, не істеу керек, че-почем, соны жасасаңыздар. Все, без проблем, келе саласыздар. Одан қалды бір кейбір кісілер айтады тамағын, ойбай айлықтарың жаңа біздің Қазақстанмен бірдей екен ғой дейді. Кім Қазақстанда 1 миллион 200 мың айлық төлейді? Қандай фирма, қандай жұмыс, қандай мекеме ол ондай айлық төлейтін? Маған айтыңыздаршы соны. Бізбен бірдей екен ғой дейді маған. Айтады. Мен өзім мысалға ондай айлық беріп тұрса, енді Қазақстанда өзімде жүрмеймін ба енді? Мен ғана емес, барлығы жүрмеймін ба мысалы Қазақстанда? Мен өзім жаңағы Қазақстанның жолдары нашар, жаңағы қысы жаман, одан қалды қысында жүру невозможно, нереально. Сонымен осы жақта жүрмін, өзімнің ойымен. Айлығы аз болса, пожалуйста, кеме қойсаңыздар да болады. Сіздерді ешкім қинап жатқан жоқ. Айлығын аз сынсаңыздар, олай сұрамаңыздар. Ұят болады олай. Жаңағы Алматыда автобус айдадым, пәленбай мың алдым, қазірде алып жатырмын. Бізбен бірдей ақ екен, шамалы ақ екен, разница деп айтып жатыр ғой. Пожалуйста, істей бер. Жұмысың өзіңе ұнаса, если автобус айдау оңай болса. Одан жаңағы кислота, жаңағы тас таситындар, жаңағы тауда жүргендерде айтып жатыр. Оларда мен пәленбай мың табам күніне. Бір бәле таба бер, пожалуйста, таба бер. Сені біреу қинап жатыр ма? Осы жаққа кел, ойбай таста деп. Так что ойланып, жан-жақтарыңызға қарап барып әңгіме айтыңыздар. Сплошной линия, пожалуйста. Трактористің артынан еріп алып келе жатырмыз. Асықпаймыз. Обгонға шығуға болады мына жерде ше. Бірақ не қыламын мен обгонға шыққанда? Қайда барамын асығып? По-любому мен баратын жердің жаңағы затты тиетін уақыты, жылдамдығы жаңағы өте баяу, жай қимылдайды. Мына көкем бұрылам дейді ғой. Италияның ауылдық жерлері, ауыл арасындамыз сол. 13 километр қалды құдай қаласа. Өстіп келген үйіне түптесің ғой. Тормозды баспай болып кетесің осылай. Бұлай опасно әрине, бұлай жасамаңыздар.
машинамыздың рулі стучать етіп кетті тоқылдап. Өйткені жаңа Mercedes Actros-тың бұл ең слабый, ең ауру жері рулевой рейка. Тоқылдап айтты, одан қалды май ағады. Бұрған кезде дауыстар шығарады, небір шыңғырап. Сол үшін қорқатын ештеңесі жоқ. Ойбай, машинаң шашылып қапты ғой деп жаңағы паниковать етпеңіздер. Бұл шығып жатқан дауыс рулевой рейканың дауысы. Оны сервиске айтып қойғанбыз. Мен білмеймін қай уақытта ауыстыратын, маған бәрібір ғой. Қойды Қытайға барса да жүре беремін осылайнан. Өздері шақырса, өздері жіберсе барамыз. Жағымыз жүгері. Осы бағбан фермердің үйі дейміз. Техникалардыр ғой есіктің алдында. Осындай ескі зданиялар көп Италияда. Өзі де бір ескі ғой жаңағы үйлері, жерлері. Қарама-қарсы полиция өтіп баратыр ғой, ой-ой. Көріп қоймадым екен. Келіп жаңағы жанымыз шығарып ыстырап салып кетпесін. Ал келдік ал. Қазір регистрацияны өтейік. Мен миды аштамыз қазір. Так, ертеңге қалды. Вообще дұрыс болды. Шығып кетеміз қазір. Ручникке қойдық. Прицепта. Қазір лапасын түсіреміз. Бір қолға ыңғайсыз әдем. Кабельдерді ажыратамыз. Азында 8-де келдік. Сағат 4:30 болды. Енді түсірттік. Біз бітеңдеп қалдық. 2 боковой аштық. Француз өтеміз әзілдесіп. Шамал қалды. Ну что, біттік. Әйтеуір. Погода әжептеуір болып тұрады. Салқын болып. Темінағыдай батысып кетті ғой. Әжет жыртып кетіпті. Кейіңнің. Кімге керек болды кім ол? Карчик молодец. Үлкен кісі екен. Өзім мырза болдым базар жоқ. Кеттік алып. Келесі задание. Бүгін ұжынға не істейтінін білмей тұрмын. Не түйіп алғанымды қараңдағы. 23 тонна. Ремень тартамыз. Ремень тартпасақ болмайды. Франциядамыз. Граница почти. Алдымызда Испания. Пауза жасап тұрық. Бір жағынан туарымызда қызып кетті бір жағынан. Соны шамалы суытып алайық деп. Бүгіндікке екінші рет қызып атыр туарымыз. Білмеймін, вроде күн салқын. Спусктер көп болып атыр. Бағана бір рет вообще өртеніп кете жазады. Құдай сақтап. Ё-моё. Осындай жағдай болып отыр. Наконец-то біттік. Грузды көрдіңіздер ме? Қалай грузды? Шамасын құлап кетсе, жинау деген енді невозможно. Осыны ширатып алмай ап келдік енді.
соң болып кетті қой ема. Франциядамыз. Жүкті түсіруге жақындап қалдық. Бізде бар жоғы 1 сағат 35 минут қалды. Алдымызда 60 километр. Жүкті түсіріп үлгеруіміз керек бүгін. Одан кейін 45 сағат демаламыз. Ё-моё, ежбай үлгерсек барынша басып келе жатыр. Выгрузкадамыз. Нерв прям қайнап тұр. Қаным басыма жауып. Менеджердің істеген тірлігі ғой. Әдейі. Осыдан кейін қалай жұмыс істейсің бұндай фирмада? Ничего, шамал қалды. Шамал шыдасақ, алдағы пландарды орындасақ, сонымен басқа жаққа ауысамыз, құдай қаласа. Ал басталды проблема паркинг. Мына жерде бір орын бос тұр. Бірақ оған тұра алмаймыз. Бәрі қарай одна сторонка, бәрі қарай только